Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен қой еті мен жұмсақ балбырап пісетін картобы езілмейтіндей қалай қуырдақ жасауға болады, толық рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлығын жуып, турап дайындап аламыз. Қызып тұрған қазанға бірінші майды шыжық етіп шыжғырамыз. Дәл осылай өзінің майы шыққанша шыжғырып аламыз. Шыққан майдың үстінен сұйық май құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майда сәбізді қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Қуырылған сәбізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді картопты осы майда қызартып қуырамыз. Бір жағы қуырылған соң, екінші жағында аудара отырып қуырамыз. Картошка қуырылған соң, оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Қазанның оты міндетті түрде жоғары болып тұруы керек, сонда осылай қызарып жақсы қуырылады. Келесі етімізді қойдың жүрегін, өкпесін салып қуырамыз. Жақсылап суы шыққанша қуырып алған соң, пиязын саламыз. Пиязы сарғайғанша араластыра отырып қуырамыз. Пиязымыз әдемі қуырылды, дәмдеуіштерін, тұзын, сарымсағын саламыз. Өзіңізге ұнайтын ет тағамдарына қосатын кез келген дәмдеуіштерді аз-аздан қоса беріңіз. Дәмдеуіштерді ет қуырылып жатқанда салсаңыз, етке дәм тұзы сіңіп, балдай тәтті болады. 1-2 минуттай араластыра отырып қуырып алған соң, 1,5 стақандай үй температурасындағы суды құйып, қайнаған соң оттың азайтып, қақпағын жауып, еті піскенше шамамен 40 минуттай бұқтырып аламын. Қырық минуттай өткен соң, дәм тұзын көріп, татымаса тұзын саламыз. Бағана қуырып алған сәбізді, картопты 5-6 жапырақтай орам жапырақ саламыз. Егер қазаныңыз кішірек болса, араластырып қойыңыз. Сонда картопқа еттің сорпасы сіңіп, дәмді болады. Қазанның қақпағын жауып, орташа отта шамамен 30-40 минутқа қоямыз. Шамамен піскенге 5 минут қалғанда бауырды саламыз. Бауырды осылай 2-3 минут арасында ғана пісіріп алады, ең соңында салады. Сонда бауыр жұмсақ, әрі осылай қанын шығарып жесе, көздің көруіне өте жақсы болады. Етпен бірге салып жесеңіз, бауыр қатты болып қалатын себебі сол. Қараңыздаршы, етіміз де көкөністеріміз де езілмей жеке-жеке әдемі піскен. Рецепт ұнаса арнама тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені қуанышқа бөлейді және алға жетелейді. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеода кездескенше күн жақсы болсын.